Алматылық оқушылар енді өздері көкөніс егіп, жемісін жинай алады. Өйткені биылғы оқу жылында тәлімгерлер биология сабағы бойынша тәжірибелік және факультативтік сабақтарын жылыжайда өткізеді. Болат Өтемұратов қоры осы арқылы балаларды ерте жастан экомәдениетпен қоршаған ортаны қорғауға баулуға болады деп отыр. Жасыл мектеп жобасы табиғатты аялауға, тәжірибелік сабақты көбейтіп, мектеп бағдарламасын түрлендіруге бағытталған. Болат Өтемұратов қорының мамандары жылыжайлардың барлығы 10 жылға дейін тоқтаусыз жұмыс істеуге қауқарлы дейді. Оқушылар көкөністер мен жеміс-жидекті егіп, өнімдерді өздері пайдалана алады екен. Ал тәлімгерлер болса, қазірден бастап егін егуге кірісіп кеткендерін айтады. Сөздерінше, мұндай жердің мектеп жанынан ашылғаны жақсы болған. Сабақ бұрынғыдан да қызық бола түсті дейді. Біз осы мектептің жанында ашылған жылыжайға өте қатты қуаныштымыз. Себебі біз бұнда көптеген жемістерді және де көкөністерді өсіре аламыз. Және де бұнда қалаған адам өзінің еркімен жұмыс істей алады. Бұл тіпті біздің хоббиіміз деуге де болады. Жылыжайда мезгілге қарамастан тұқым егіп өсіруге болады. Бастамашылардың айтуынша, мұнда смарт терезелер орнатылған. Яғни іштегі ауа температурасына байланысты өздігінен ашылып жабылады. Жылыжайдан шыққан өнімдерді алдағы уақытта мектепаралық жәрмеңке ұйымдастырып, сонда шығару жоспарда бар екен. Бұл жылыжайларға оқушылар келіп практикалық түрде білім алса болады. Өсімдік егіп, оны баптауды жақсы көретін жандар үшін таптырмас тәжірибе. Сондықтан әзірге пилоттық режимде Алматы мектептеріне орнаттық. Жылыжайлар өз тиімділігін көрсетсе, Алматыдан бөлек Нұр-Сұлтан мен Шымкент қалаларында да пайда болмақ. Жалпы Болат Өтемұратов қоры жылыжайлардың санын 56-ға жеткізуді жоспарлап отыр. Айдана Мейрамбайқызы, Өмір Серікбекұлы, Информбюро, Алматы. Ал бұған дейін 5 жылда бір рет біліктіліктерін арттырып келген мектеп мұғалімдері енді 3 жыл сайын курстан өтеді. Сонымен қатар ұстаздар жалақысын көтеру үшін 1,2 триллион теңге жұмсалмақшы.